Дана халқымыз кітап алтын қазына десе, ал кітапхана қазынаға толы алтын сандық емес пе? Ауыл халқын білім нәрмен сусындатып, рухани азық беріп отырған 45 жылдық тарихы бар Қызылорда облысы Жалағаш ауданы Аққұм ауылдық кітапханасы өскелең ұрпақтың өмірінде орын алған білім мекені. Тағылымы мол тәрбие ошағына айналып отырған ауыл кітапханасының алар орны орасан зор. 1825 халқы бар, заман ағымына қарай ілесіп, руханияттың орталығына айналған кітапханада кітап қоры 18962 болса, оқырман саны 676, кітап берілімі 15828, келушілер саны 6367-ні құрап отыр. 2015 жылдан бастап кітапхана Аққұм онлайн ақпарат орталығы болып халыққа қызмет атқаруда. Кітапхана ғасырдан ғасырға адамзат тарихының керуенін сүріндірмей әкеле жатқан, шырағы биік парасаттылық пен білімділіктің, байлық пен біліктіліктің киелі ордасы десек, бүгінгі кітапхананы дүниеде ештеңе теңестірмейтін білім бұлағы мен тәрбиенің қазығы дейміз. Қиындығы мен қызығы мол кітапханашы мамандығын бірақ сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кітапханашы кітапхананың қожасы, оқырманның ең жақын досы десек, оқырманына кітап жайлы бағдар беру үшін жан тәнімен қызмет атқарып жүрген өз ісінің маманы Көшекбай Ақтоты Айтжанқызының еңбегі орасан зор. Кітапхана жыл сайын жаңа буын әдебиеттермен толықтырылып отырса, кітапханадан өткізілген әртүрлі іс-шаралар жастардың рухани жан дүниесін, ой өрісін байытуға, қоғамдық сананы қалыптастыруға, өскелең ұрпақты елі мен жерін сүюге құрметтеуге бағытталған. 4 жоба аясында жұмыс атқарып келе жатқан кітапханада цифрлық Қазақстан кітапхана дамуына жаңа серпін жобасы аясында egov.kz сайты арқылы халыққа электрондық қызмет етумен қатар, жұмыссыз жастармен ақпараттық технологияны пайдалануға үйрету және компьютерлік сауаттылықты арттыру мақсатында дәріс алған оқырмандарға арнайы сертификаттар берілсе, жүрек жылуы жобасында мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан тыс қалдырмай, олардың қоғамдағы рөлін дұрыс қалыптастыруға және түрлі шараларға қатыстыра отырып, сұраныстарына қарай кітап жеткізіп беру. Өркениетке бастаған туған өлке жобасы туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, өзендері сыр шертеді. Әрбір жер атауының төркіні туралы аңыз әңгімелері кейінгі ұрпаққа насихаттау және ел ағаларымен өрелі ой бөлісіп кездесу кештерін ұйымдастыру болып табылуда. Балалар жылы аясында тәтті кітап жобасы жас жеткіншектің кітап оқуға ынтасын арттыру мақсатында жаңа түскен балалар әдебиетін жаңа жұмыс тәсілдерімен қызығушылығын арттыру, сонымен қатар танымдық шаралар, кітаптар әлеміне саяхат, тәтті кітап себеті шаралар өткізіп келеді. Айта берсек, ауыл кітапханасында атқарылып жатқан еңбек аз емес. Мұнда болашақ жастардың игілігі үшін дөңгелек үстелдер, ақпараттық танымдық кештер, әдеби версинаж семинарлар, кездесулер, ертегілер әлеміне саяхат, кітап оқу марафоны, ашық аспан аясында кітап көрмелері жаңа үлгіде өткізіліп келеді. Жастар жылына орай 2019 жылы кітапхана қызметін жаңғырту мақсатында коворкинг орталығы ашылып, халыққа қызмет көрсетуде. Жобаның мақсаты барлық санаттағы жастардың ақпараттық қажеттілігін жедел қанағаттандыру үшін үздіксіз әлемдік тәжірибені пайдаланып, кітапхананың жаңа заманауи үлгісін құру болып табылса, мұнда тек кітап оқитын жер емес, түрлі семинарлар, тренингтер, дәрістер өткізіліп, жастардың жиі бас қосатын орталығына айналған. Мұндағы берекелі істердің мазмұны артып, бірнеше рет республика, облыс көлемінде алғыс хаттармен марапатталды. Атап айтсақ, рухани қазына 2019 байқауынан жаңалық жаршысы номинациясымен Қызылорда облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасы алғыс хатымен, қоғамдық және мәдени шығармашылық қызметте қол жеткізгені үшін республикалық Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай «Мен жазбаймын» өлеңді ермек үшін, «Болашағым сен тұрсаң, мен өлмеспін» байқауларына шәкірт дайындағаны үшін алғыс хаттармен марапатталса, кітапхана жұмысының өрелі қызметі үшін облыстық, аудандық әкімдерінің баспасөз ақпарат құралдарымен жұмыстың нәтижесінде Ақмешіт апталығы редакциясы мен Дара республикалық өнер білім орталығының алғыс хаттарымен, озаттары білім саласы үздіктері мен энциклопедиясы үздік қызметкер қатарынан көрінгені үшін марапатталды. Мәдениет ұлы болмайынша ұлт ұлы болмайды дегендей, егеменді мемлекетіміздің болашағы жастардың танымдық қабілетін қалыптастыратын мәдени ортаның бірі кітапхана. Ал кітап пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін ұлттық құндылықтар мен оқырмандар арасын жалғастырушы кітапханашы десек қателеспейміз.